Қызық тамаша сұрақтар. Қайнағамның төленбеген кредит үшін менің күйеуімнің шоттарын арестке қоя алады ма? Қазір мен оған жауап беремін. Ал қазір пағатыратып лайктен қоя беріңіздер. Ал кеттік. Қайнағаңыздың төленбеген кредит үшін сіздің сүйіктіңіздің шоттарын арестке қоя алмайды. Өйткені біреудің кредитіне жауап бермейді. Әрбір адам 18-ге толғаннан кейін өзінің құқықтары мен міндеттерін дербес иеленіп, сол бойынша жауап береді. Біреудің кредитіне біреу жауап бермейді. Ал енді қандай жағдайларда ол шотқа арест қоя алады? Егер де қайнағаңыздың күйеуіңіз гаранты кепілгері болса, немесе бірлесіп созаемщик болып кредит алса, яғни несиені бірлесіп алса, сондай жағдайларда болмаса, басқа ешқандай жағдайда оның шотын жаба алмайды. Олар айтуы мүмкін, сіздің нөміріңізді, яғни қайнағаңыз кредит алған кезде күйеуіңіздің нөмірін беруі мүмкін, немесе соны гарант деп айтуы мүмкін деп телефонмен айтты деуі мүмкін. Оның бәрі өтірік, оған сенбейміз. Телефонмен айтқанмен немесе жаңағы сөйтіп қайнағаңыз, күйеуіңіз, менің інім жауап береді деп көрсеткенімен олай гарант болмайды, олай созаемщик болмайды. Арнайы келісімшарт жасалу керек, ол бекітілу керек, ол қабылдану керек. Басқа жағдайда сіздің күйеуіңіздің шотына ешқандай қауіп қатер жоқ. Ал енді жаңағы коллекторларға давай сау бол деп айту керек. Қойсаң қой, сосын көреміз деп. Үстеріне шағым жазамын деп айтсаңыз да болады.